Өйткені арқасы қисық қой бұның. Арқасы қисық, значит, қабырғалар да қисаяды. Алдыңғы қабырға қисайтып, ішті сыртқа қарай шығарып тұр. Тамақ ас қорту жеген кезде дұрыс қортылмайды. Мына жерде ішектерді қысып тұр. Іштегі кишечниктерді қысып қалады. Түсіндіңіздер ме? Бір шейный остеохондроз бүкіл жерге влиять етеді. Бұл кісінің мына арада қазір міне. Міне. Уже көк бауыры ауыра бастап жатыр. Бүкіл органды қысады. Қабырға не істеп тұр? Былайынан тұр. Түсіндіңіздер ғой? Бұл өзінің орнында тұрған кезде қабырға бетіп. Мына арада өзінің органдар өзінің орнында тұратын еді. Мына арада өт те толмайтын еді, бауыр да кеңеймейтін еді, артық салмақ та жинамайтын еді, көк бауыр да неғылмайды, ұйқысы да бұзылмайды. Осының барлығы өзінің орнына түседі. Одан кейін барып, міне екі қабырға, шейный остеохондроздан мойны міне қисық тұр ғой. Қабырғада қисық тұр, алдыңғы қабырға, мына жердегі органдегі, іштегі органдерді қысып жатыр. Мынаның ішіндегі ішектерді де қысып жатыр. Не істейді? Жылдар бойы ішектер қысып тұрғасын не істейді? Арасы спайка болып қалады. Спайка болғаннан кейін не болады бізде? Запор пайда болады. Үлкен дәретке қиналып шығамыз, либо үлкен дәретке жиі шықпаймыз. Одан кейін адамның ішінде не пайда болады? Токсин пайда болады. Не ғой? Мусор ғой, көтерілу керек. Оның иісі жаман ғой, өзі сыртқа шыққанның өзінде де иісі жаман ғой. Ол іште болған кезде не болады? Іш ісінеді. Іш ісінеді да мына жерге жиналады. Артық салмақ, май жинала бастайды. Ішектердің бәріне, жан-жағын бәріне май жиналады. Тамырдың бәріне май жиналады сыртына. Сосын кейін барып сырты толғаннан кейін ішкі тамырларға май жинала бастайды. Сол кезде не істейді? Нарадағы жүрек тұсындағы қан тамырларды қысады. Жүрек ауру пайда болады бірінші, екінші одышка. Либо одышка, либо жүрек ауру пайда болады. Диабет, ол сама собой, ол тұқым қуалайтын да бар, былай да бар. Ол да пайда болады. Жаңағы холестерин көтеріліп кетеді. Сондықтан жүрек тұсы қысылып қалатын еді. Былай, мынаның бәрі қысылып тұр міне. Осы ішті бірінші кетіру үшін біз бірінші арқаны кетіру керекпіз. Көбісі айтады ғой, ішті кетіреміз. Негізі арқадағы шейный остеохондрозды кетірсеңіздер, арқаны, омыртқаны түзесеңіздер, іш кетеді, қабырға түзеледі. Ішке кеттік, асқазанда запор болады, одан кейін барып бұл төмен қарай түсіп жатыр ғой. Не істейді? Мына жерде бізде екі труба бар. Нарада матка бар. Екі труба. Екі труба да тоже спайка бола бастайды. Қазір екінің бірінде спайка. Әйелдердің бәрінде спайка. Екі труба бүйтінен бәрі добивать етіп тұр ғой, түсіп тұр ғой. Ісініп кетті, токсин, шлак, май, наның бәрі бүйтіп тұр. Іштегі не істейді? Органдардың бәрі түсе бастайды. 1-2 сантиметр орнынан түсе бастайды, қозғалады, болмаса май жинай бастайды. Енді мына жаққа қарай кеткеннен кейін мына жерде бізде екі трубамыз бар. Әйелдерде. Еркектерде де труба болмайды, еркектердің тоже мужской час простатит деген ауру пайда бола бастайды оларда. Өйткені не істейді? Мынаның бәрін қысып төмен қарай түсіреді. Төмен қарай түсірген кезде матка да төмен түседі. Екінің бірі қазір матка массажға барады. Ол матканы массажды бірінші матканы көтеру үшін бірінші біз мыналарды түзеу керекпіз. Бірінші шейный остеохондрозды түзеу керекпіз. Түсінікті ғой, шейный остеохондрозды түзейміз, сосын кейін барып матканы түзейміз. Енді бұтқа қарай кеттік, санға қарай кеттік. Екі шап бар ғой, мынау екі шаптың арасы бізде уже қарая бастайды. Гормондар дұрыс жұмыс жасап жатқан жоқ. Адамның денесінде токсин болғаннан кейін екі шаптың арасы қарая бастайды. Одан кейін барып екі шап ашылмайды, өзіне жабысып қалады былайынан. Тізелерінде қиылысы бір-біріне сай келмейді. Тізенің жанында мешок пайда бола бастайды. Неге? Бірінші нагрузка бізде тізеге кетеді, аяққа кетеді. Шап жабысқаннан кейін, екі шап осылайынан жабысқаннан кейін матканы добивать ете береді төмен қарай. Матка төмен қарай түсе береді. Сондықтан әйел адамдар матка төмен түскен сайын бит бүкірейе береміз біз. Қанша бит жүргенменде біздің мына жеріміз бүкірейе береді. Екі шап жабысады. Матканы көтеру үшін, мыналардың бәрін кетіру үшін біз не істейміз? Бірінші аяқтан жоғары қарай жасаймыз. Бірден ерді добивать етпейміз. Бірден мына ішті матканы добивать етсеңіздер, бұл кісілерде либо почкадан приступ болуы мүмкін, либо жүрегінде тахикардия болу керек, либо ауа жетпейтін демікпе болып қалады. Сондай өйткені қысылып тұр ғой органның бәрі. Оның бәрін босату үшін алдан шапты ашып тұрып, шапты ашып аламыз. Екі шап жамбас сүйектен ажыраған кезде, орнына түскен кезде
екі шап спокойно ашылған кезде не қылады? Біздің не вагальный частьпен бірге ішке қарай уже сигнал кетеді. Қан айналымы жақсарады. Женский частьтың бәрі реттеледі. Одан кейін барып маткаларды да реттей бастаймыз. Оның бәрі 1, 2, 3, 4 процедурадан кетпейді. 3 рет, 5 рет жасайсыздар, демалдырасыздар 5 рет. Бір адамды 1 жыл, 2 жыл емдейсіздер. Емдегенде емдемейміз. 1 жыл, 2 жыл біз не қыламыз? Массаж жасаймыз. Ол массаж арқылы кетеді бұның бәрі, жайлап. Одан кейін барып медицина тұрғыда ішкі органды реттеуге болады. Түсінікті ғой, енді тізеңізді қосыңыз. Тізелерде тоже самый. Мынеде уже мешок пайда болып жатыр бұда. Бұл кіріп тұру керек ішке қарай. Мынау былай тұру керек міне. Бұда да қисық болып тұр. Е? Мына жерде де мынау бүйтіп тұр ғой міне. Бұл бір-бірімен бірдей болып тұру керек. Мына жағы кіріңкі болып тұр, мына жағы кірмейді. Неге? Өйткені мына жақтағы мочевой почек қысылып тұр. Женский жақ, матка жақ. Е? Мына жерде ісік бар деген сөз. Диагностика осылай өздеріңіз көзбен қарайсыздар. Мына жерлердің бәрін тарқатасыздар. Каждый саусақтың арасын тарқатасыздар. Неге? Себебі осылар арқылы миға қарай кислород барады. Мына жердегі сүйектеріміз бар міне. Қисайып кетті. Мынау қалай тұр? Мынау қалай тұр? Екеуі екі түрлі, е? Біз, значит, сүйекке дейін күзет жереміз. Кальций, уже бүкіл организмдегі сүйектің бәрін, витамин бәрін құртып тастадық. Оның барлығы шейіне остеохондроздан басталды. Адамның жауы жилкедегі екі нүктені басқан кезде, екі нүктенің каналды, артерияны, жолын жауып қалған кезде, бірінші адамның жауы сол жақта. Сол жақты емдемей, налардың бәрі кете береді. Қол да көтертпей қалады, не де көтертпей қалады. Түсінікті ғой, бүгінгі сабақ. Бүгінгі сабақ біз міне қарап тұрсаңыздар, түрін түсірмей-ақ қой. Мынандай листоктар пайда болған. Бұл әлі бізде қаралып жатыр. Қаншама несі бар әлі? Тізесі, алға қарай несі, иығы алға қарай шығып кеткен. Мынау былайынан. Уже бұл келмейді орнына. Біз мынау холканы кетіріп алсақ та бәрі келді. Кетеді? Иә. Кетеді. Бәріміз кетіріп жатырық, осының бәрі кетеді. Бірақ көп уақыт керек. Иә, сразу кетпейді. Кімде де Ғалияда бар. Тәтеде оншаққа ондай қатты емес. Шынартықы кетті. Тағы да кім? Бізде кейін қыздардың көбісінде. Мен өзімде де мына көк желкем қысылып қалған. Иә. Часто жасатамыз, өйткені табанды босатпаймыз. Түсініңіз ғой? Часто жасатамыз, біз табан босатпаймыз. Біз мойын жақты істей береміз. Мойын жақты істей берген, целый день табаннан босатамыз, табан жақты түзейміз.